жеріңіз тозды ма? Қалай жеріңізді тыңайтуды білмей жүрсіз бе? Химиялық тыңайтқыштардан әбден шаршадыңыз ба? Ендеше калифорниялық қызыл шылаушандарды бағып, биогумус өндіріп, 150 мың теңгемен бизнес бастап, 3 айда 1,5 миллион, ал 6 айда 15 миллион табуға болатын жаңа кәсіптің қыр-сырын үйренгіңіз келсе, Нұрқожа қожалық атты мен YouTube каналыма тіркеліп, бүкіл қыр-сырларын үйренуіңізге болады. Не, мыналар биогумуста жатқан тығыздығы қалың шылаушандар міне. Біз енді телефонмен анық түсіруге әрекет жасадық. Бұлар уже мұнда кокондары да бар, малектары да бар. Бәрі аралас. Осында міне калифорниялық қызыл шылаушандар міне бізге табиғи тыңайтқыш биогумус өндіріп жатыр. Биогумус дегеніміз ол гөңді өңдеп табиғи тыңайтқыш міне. Қараңыздар. Бұл гөңнің өңделген түрі. Бұлар шылаушандардың, калифорниялық қызыл шылаушандардың асқазанында өңделіп, осындай қара шай сияқты еседе жоқ, керемет биогумусқа айналады. Гөңді өңдеу деген сөз. Шылаушандардың асқазаны арқылы. Ал бұл биогумустар сіздің өніміңізді бірнеше есеге арттырады. Не мына қаптада жатқан табиғи тыңайтқыш биогумустар қазіргі таңда дихандардың 98% ғана бұл биогумус не екенін біліп жатыр. Қазір көшет отырғызатын уақыт келіп 2-3 кубтан әкетіп, біз қазір жеткізе алмай жатырмыз қазіргі таңда. Мынау кешегіде кейінгі шыққан уже биогумустарымыз дайындаған. Азғантай ғана қалды, бір 2,5 кубтай. Енді бұған да қазір заказ беріп отырғандар келеміз деп. Ал мұнда жатқандар, мыналардың барлығы да калифорниялық қызыл шылаушандар. Мына сабаның астында жатқан. Ойлайын шығарсыздар, менің паникім жоқ, қайда бақсам болады деп. Бұл паник болу шарт емес. Сіз сыртқа Қазақстанның түкпір-түкпірінде, ыстық жақ, суық жақтың бәрінде жұмыс жасауыңызға болады. Қараңыздар, мында сыртта жатқан мына шылаушандар, міне. Менде қазір 300 квадрат шылаушан бар. Мынау паниктің айналасы, арқасы, жаны. Міне мынау қараңыздар, мынау жаны міне. Барлығы шылаушандарға толып тұр міне. 300 квадрат жерде қазіргі таңда менде шылаушан жатыр. Калифорниялық қызыл шылаушандар осында өсіріп жатырмыз. Бұл биогумус өндіру бізге келген жаңа кәсіп. Қазақстанға келген бұл жаңа кәсіп негізінде. Ал енді жаңалықты тез қабылдасаңыз, сіз өзіңіз алдыңызға қойған мақсатыңызға тезірек жету үшін әрекет істейтін болсаңыз, онда үлкен табысқа кенелуіңізге болады. Біздің мына Қазақстанымыздың жері тозған, шаңы шыққан жерлерін біз өңдеуіміз үшін біз барлықтарымыз жаппай биогумус өндіруіміз керек. Жер тоймай, еліміз тоймайды. Ал жер тою үшін біз мына биогумусты өндіріп, жерімізді биогумусқа тойдыруымыз керек. Сол кезде ел де тояды, жер де тояды. Сіз жоқшылықтан құтыласыз деген сөз. Бір квадрат шылаушаның 150 мың теңге, бір коробкасы 15 мың теңге. Ал егерде сіз бір квадрат шылаушанды алып 10 квадратқа тастайтын болсаңыз, 3 айдың ішінде ол 10 есе көбейіп, сізге 1,5 миллион береді. Ал енді тағы да 3 ай қосып сіз 10 квадрат, 100 квадратқа тастайтын болсаңыз, сізге 6 айдың ішінде 15 миллион табыс алып келеді. Біз қазір екі бағытта жұмыс істейміз. Бірінші биогумус өндіру бағыты, ал енді екіншісі шылаушандарды көбейту бағыты. Осы екі бағытта да жұмыс істеп жатырмыз. Мен қазір 2-ші жыл осы шылаушанды бағып бастағаныма. Мен алғашында мына жердің шаршағаннан тойдым. Өң әкеп төгем, жерден шырым ауық басады, жан тақ шығады, әбден күйдіреді жазыменен. Мен содан құтылу үшін басында тек қана биогумус өндіруді ғана ойладым. Биогумус өндірсем болды, маған керек тек қана биогумус деп ойладым. Сонан соң интернет арқылы мен шылаушан іздеп таптым. Бір коробка ғана шылаушан келді маған. Кішкентай ғана коробкада бір коробка шылаушан келді. Мен оны анау паниктің шетіне 1 квадрат жерге тастап қоя салдым. Декабрь айында. Сөйтіп ол көктемге дейін көбейіп, көктем басталған кезде мен мында 20 квадратқа тастадым. Содан биогумус өндірдім. Шылаушандарым көбейді. Мен жерімді тыңайттым. Ал сонан соң мен енді өзімде биогумус артық болғаннан соң өндіріп оны сатуға шығардым. Уже күзде мен сатуды бастадым.
мен шлаушандарымды да саттым көбейтіп, және де биогумусымды да саттым. Сіздерді кедейліктен құтқаратын бірден бір жол жаңа кәсіпті бастау. Сіз жаңа кәсіпті бастайтын кезде жолдағы жолдастарыңыздан, көшедегі білмейтін адамдардан сұраудың қажеті жоқ. Олар сізді негативке толтырады. Жанып тұрған оттың үстіне су құйып өшіргенмен бірдей болады. Не істейсің, кім алады, қайда сатасың, ойбай деп тұрып айтқан кезде үстіңе су құйғандай өшіп, жоқ болып үйіңе қайтасың. Ал егер де сіз кәсіпкерден ақыл кеңес сұрайтын болсаңыз, онда сіз үлкен іске қадам басасыз. Сізге мотивация береді кез келген кәсіпкер. Мысалы, біздің ақыл кеңесіміз тегін. Бар нәрсе сатулы, бар нәрсенің құны бар, ақылы. Ал бірақ біздің ақыл кеңесіміз тегін. Оның құнын өтеу үшін сіз бүгінгі алған ақыл кеңесіңіздің арқасында биогумус өндіріп, жеріңізді тыңайтатын болсаңыз, онда ұстаздың алдында қарызыңыз үзгеніңіз болып есептелінеді. Ал енді сіз ұстаздан, кәсіпкерден ақыл кеңес алып жатсыз, шлаушан алуға келдіңіз ба? Асықпаңыз. От ала келгенде біреулер асығып келіп, асығып кетеді. Ертең мынау не істейді екен деп артынан ойланып қаласың. Келдің бе, асықпай, ақыл кеңесін сұра, ұстазыңнан бата ал. Батамен ел көгереді, ал биогумуспен біздің жеріміз көгереді. Соны ұмытпаңыздар. Келіп батасын алып, ары қарай сол кәсіпкермен, ұстазыңызбен байланыста болыңыз. Біз алғашқы кезде кәсіпкерлерге шлаушанның тамағын қалай дайындау керектігін үйретеміз. Ол шлаушан тамағын дайындап болып шлаушан алды ма, сонан соң біз оны чатқа қосамыз, кәсіпкерлер чатына. Одан ары қарай не істеу керектігін түсіндіре бастаймыз. Өйткені жазда басқаша оқиды, қыста басқаша, әр өзі мынау жылдың мезгіліне қарай өзгеріп отырады. Соның қыр-сырларын үйрену үшін сіз барлық кезде ұстазбен байланыста болуыңыз керек. Ал сырт адамдар негатив айтады. Ұстаз сізге мотивация береді. Соны ұмытпаңыздар. Кейде айтып жатсаң, біреулер сенбейді. Ал енді мен өзімнің тәжірибемнен өткізген өзім жайлы айтар болсам, мен міне осы кәсіптің арқасында мен өзім не себебін теріп отырмын. Көптеген адамдар айыспысына, ата-анасының жаңалдегі пенсиясына алақанын жайып отырады. Жоқшылықтан адамдар соншалық бір ашқарақ болып кетеді кейде. Біреуге беріп жатсаң берсе екен, тегін берсе екен, тегін берсең көп берсе екен деген сондай ойда тұрады да жоқшылықтың арқасында. Сондай кедей санадан, жоқшылықтан құтылу үшін Қазақстанға келген мына жаңа кәсіпті игеріңіздер, жаңа кәсіпті жұмыс жасаңыздар. 150 мыңға 1 квадрат шлаушан алатын болсаңыз, 6 айда сізге 15 миллион табыс алып келеді осы. Мен өзімнің сөзімнің дәлелі ретінде айтайын. Мен қазір Аллаға шүкір, осы кәсібімнің арқасында Құдай құрап, мен қазір кредитімнен құтылдым. Қазақстанда кредиті жоқ адам, ол ең бақытты адам болып саналады. Сол бақытты жандардың қатарына қосылдым мен қазір. Кредиттен құтылдым, қарыздан құтылдым. Міне мен қазір өзімнің үйімді ремонттау үшін, міне есік терезелер тұр, мына есіктері тұр, міне жаңадан алып қойған. Мен қазір үйімді қайта ремонттау үшін осыларды алып отырмын. Және де былтырғы табысымызға 2 қызға үй салдық. Осы шлаушандардың арқасында біз көптеген қарыздан құтылдық, аяқтан уже тік тұрып жатырмын. Міне менің сөзімнің дәлелі. 6 айда сізге 15 миллион табыс әкеледі. Мынау жатқан қазір 100 квадрат, Алла бұйыртса 15 миллион деген сөз. Ал егер сіз 500 квадрат бақсаңыз, 1000 квадрат бақсаңыз қалай болады? Биогумусты да өндіресіз. Еще қаржылай өзіңізді де қаржымен қамтамасыз етесіз. Көптеген аналар үйде отырады, айыспысына қарап, жаңа не істеймін, жоқшылықта отырады. Памперске ақшаны қайдан алам, қайдан ақша табам деп. Ақшасы аяғыңыздың астында жатыр. Баламен отырсыз ба үйде? Жұмыс бастаңыз, кәсіп бастаңыз, үйде отырып табатын, істейтін жұмыс мынау. 5-6 араба гөң алып келіп, шлаушан әкеп салыңыз. Азана қары кешкі болсын басында отырмайсыз ғой. Шлаушан бағыңыз, уақытыңыз өте береді, басқа жұмысыңыз істей береді, зато шлаушаныңыз өсе береді. Ал шлаушандар сізден ештеңе сұрамайды. 24 сағат бойы күндіз түні жұмыс істейтін фермерлер сізге биогумус өндіріп береді. Және де көбейіп, сіздің қаржыңызды көбейтеді бұл шлаушандар. Жұмыс жоқ дейміз, жұмыс міне сіздерге. Қалаға қашып, мына Өзбекстанда балконға, подвалға өсіріп жатыр осы нені, шлаушан. Қалада тұрмын деп жатқан жоқ солар.
қалада тұрғандар да балконы мен подвалына өсіріп жатыр. Ал сіздер кең байтақ жерде отырып жұмыс жоқ дейсіздер. Міне сіздерге жұмыс. Қолдан келмейтін тірлік емес. Мысалы, менің жасым 57-де, мен екі аяғымнан бірде жүре алмай қалған адаммын. Артроз, артрит болып жүре алмай, даже әжетханаға таяқ сүйеніп әзер барып келетінмін. Міне осы Шылаушаның арқасында мен емделдім, ақшасының арқасында. Ақшам жоқ болса, мені кім емдейді? Анаң алтын болса да ешкім сені тегін емдемейді. Міне Алла шипа беріп, мен емделдім, қазір аяғымнан тік тұрып өзім жүріп жатырмын. Осы кәсіптің арқасында. Инвалид адам осындай Шылаушан бағып отырғанда дені сау, жап-жас азамат, неге сен бақпайсың? Осыны менің 13 жасар жиен берем? Нұрмұхамед екеуміз істедік. Екеуміз жүріп. Мен о бала үйретіп отырам, ол істеп отырады. Ал 13 жасар, енді 13-ке енді толады. 12 жасар, 12-13-тегі баланың істегенін неге сіз істей алмайсыз? Ауру адамның істегенін неге сіз істей алмайсыз? Соны айтыңызшы. Сіздің қолыңыздан келмей ма? Жалқаулықты жеңу, ақша табу сіздің өз қолыңызда. Бұл Қазақстанға келген жаңа кәсіп. Қазір бізде рынок пустой. Бүкіл Қазақстанның жерін тыңайту үшін қаншама бізге фермерлер керек, түсініңіздерші. Сіз бүгін Шылаушан алып бақтыңыз ба, айналаңыз көреді, көрші қолаңдарың, жора жолдастарыңыз көреді. Отырысқа барғанда, жиынға барғанда сіз Шылаушан туралы айта бастайсыз. Биогумус өндіріп, агротыңызға өнімді пайдалана бастайсыз. Сол кезде адамдар көреді. Неге сен агротың жайқалып тұр дейді. Жүзіміңізге, ағашыңызға пайдаланыңыз, егіп жатқан гүліңізге пайдаланыңыз. Соның бәрін көрген адам ертең күні сізден келіп биогумус алады, Шылаушан алады сізден келіп. Тіпті сіздің айналаңыз толған Шылаушан бағушылар болса да, керуен бір, несібе бөлек-бөлек дейді. Алла сізге нәсіп етсе, сіздің саудаңыз бола береді, оған қарамайды. Ал енді ешқандай Шылаушаншылар жоқ кезде де, Шылаушанын сата алмай, биогумусын сата алмай отырған біздің ұстаздарымыз. Ал қазір Шылаушаншылар көбейгенде, олардың кәсібі ілгерілеп, қазір саудасы өте үлкен дамыған. Өйткені жарнама кетті. Ал жарнаманың арқасында саудалар өте жақсы болып жатыр. Ал жарнама жасау әр адам қолынан келеді. Өсек айтып, ауыл аралап, біреу жайлы әңгіме айтқаннан гөрі, одандағы кәсібің жайлы айтыңыз барған жеріңізде. Кәсібіңіз жайлы айтып отырсаңыз, ертең біреу болмаса біреу тыңдап, сізге келеді. Қазіргі заман жарнама заманы. Жарнама жасай отырып, сіз Шылаушаныңызды да сатасыз, биогумусыңызды да сатасыз. Жақында ғана бір адам алып кеткен, мені бір коробка Шылаушан алыс жерден келді. Мен айналамда ешкім бұны істемейді, қалай сатамын деп ойлады. Сөйтіп кеткен, бір айдан кейін мен хабарласып тұр. Мұна Шылаушаным керемет болды. Әлі бір айда оның Шылаушан көбейген де жоқ. Енді ғана ана жерге жерсініп, енді көбейді бастады. Оны сататын Шылаушаны жоқ. Көршілері көріп, Шылаушанын көріп, қайдан алдың, кімнен алдың деп одан сұрап бастаған уже. Ол маған жіберіп жатыр, өзіне жоқ қой. Маған жіберіп жатыр. Айналасында адамдар уже келіп менен алып жатыр. Адамдары келіп алып жатыр. Міне жарнама. Ал ертең оның Шылаушаны жазда көбейген кезде, ол кісі емін еркін биогумусын агротына пайдаланады және Шылаушаны сатады. Әлі Шылаушаны дайын болмай жатып, уже бірнеше адам маған жіберіп қойды. Ал ертең өзінікі дайын болған кезде ол бұдан да күшті сата бастайды. Адам деген кәсіпті қорқпай бастау керек. Аллаға тәуекел етіп іс бастайтын болсаңыз, қолдайтын да Алла, сізді құрайтын да Алла, соны ұмытпаңыз. Алла, өзіңнен өзгеге мені алақан жайғызба деп Алладан тілеңіз. Адамға алақан жайып көрінгеннен жексұрын болып, қарыз ақша сұрап, екі нан сұрап барғаннан гөрі, Алладан сұрайтын болсаңыз, Алла құрап, сіздің кәсібіңізге берекет береді. Міне, Қазақстанға келген осында жаңа кәсіпті бастаңыздар. Біздер сіздерге тегін ақпарат беріп, YouTube арқылы, телефон арқылы ақпарат беріп, күндіз-түн жанталасып жатырмыз. Біздің бар ойымыз тек қана Шылаушан сату емес, мына шаң шыққан Қазақстанның жерін тыңайту. Әрбір адамның қарзы мен парызы жерімізді тыңайту біздің парызымыз. Жер тоймай, ел тоймайды. Ал жерді тойдыру үшін биогумус өндіруіміз керек. Елді тойдыруымыз үшін біз кәсіп жасауымыз керек. Өкіметке алақан жайып отырудың ешқандай қажеті жоқ. Өкіметке алақан жаймай, Алланың берген мына тегін нығметін пайдаланыңыздар. Гөңдер әр жерде шашылып жатыр. Бұл Шылаушанның азығы гөңдер.
ана сыпырып өртеп тастайтын жапырақтар, отқа жағып тастайтын қағаздар, қағаздың бәрін жыртып сулап шылаушанға берсеңіз жеп қояды. Үйден шығатын картошка, пияздың қабықтарын бәрін жұқалап берсеңіз, осы шылаушандар жеп қояды барлығын. Қараңыздар, көшеге тракторға толтырып қап мусор атқаннан гөрі органикалық заттың барлығын осы шылаушандар жеп, өңдеп, мусорды өңдеп бізге биогумус өндіріп береді ғой. Соны түсініңіздер. Ал кәне қазақстандық біздің жерлестеріміз жерді тыңайтуға бәріміз үлес қосайық. Жерімізді тыңайтайық, елімізді көркейтейік және кәсіп ашып, өзіміздің жағдайымызды түзейік.